Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай муравейник тортының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мұнда ерітілген сары май, соған қасықтап қантымызды қосамыз, қаймағымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды қосып қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны екіге бөліп, осылай целлофанға салып, морозильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Ең бастысы қамырымыз қату керек. Мұздатқыштан шығарамыз қамырды. Формасы қап-қатты болды. Осылай үккіштен өткізген кезде ең бастысы жұмсақ болмау керек, қатты болу керек. Енді осыны үккіштен өткіземіз. Астына пергамент қағазын қоямыз. Осылай үккіштің үлкен бөлігінен барлық қамырды өткізіп шығамыз. Қызып тұрған пеште, міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде осылай пісіп шықты. Ең бастысы қызару керек. Енді осыны қолымызбен үгітіп, бөлек ыдысқа саламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Менде мұнда жұмсақ сары май, соның үстіне қант ұнтағын саламыз. Сгущенкамызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді жаңағы біздің піскен қамырымызға қосып, муравейник тортымызды жасаймыз. Кремді алып, піскен песочный қамырымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырып шықтық. Енді осыны формамызға салып, яғни рюмкаға салып, тарелкаға төңкеріп шығамыз. Біздің муравейник тортымыз осылай болып шықты. Өте әдемі әрі дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен сахарная пудрамен әсемдедім. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Алтынгүл. Қош сау болыңыздар.